өз ісіңде қалай маман болуға болады? Спортта мынандай бір қағида бар. Сен 10 тәсілді білгенше бір тәсілді жақсылап меңгер дейді. Яғни сен бір тәсілді қалай жақсы меңгересің? Қайталап істей бересің, қайталау білімнің анасы. Мысалы, өмірде де солай. Сен мысалы бір кітапты жақсылап бүге-шүгесіне шейін меңгеріп, ондағы берілген білімдерді сіңіріп алуың керек. Әйтпесе әр кітапты бір оқып, әр курсты бір алып, әр жалт еткенге бір елбеңдей беретін болсаң, онда одан нәтиже шықпайды. Сондықтан сен өз ісіңде маман болу үшін сен қандай да бір істі істеп жатырсың ба, соған қатысты кітапты немесе курсты аласың да, соны бүге-шүгесіне шейін әбден зерттеп, меңгеріп біліп алмайынша тынбайсың. Негізі табысты адам мен табыссыз адамның айырмашылығы не? Табысты адам өзі алған білімін өмірде қолданады. Реалда осы нәрсені іске асырады. Ал табыссыз адам әр нәрсені бір оқи береді. Ананы бір оқиды, мынаны бір оқиды, анадан да хабардар, мынадан да хабардар, бірақ соның біреуінде реал істе пайдаланбайды. Мысалы, көп қой өмірде ақылшылар, айтып отырса енді білмейтін нәрсесі жоқ. Анау Американың саясатын біледі, орыстың саясатын біледі, Қазақстанның билігін, ондағы экономиканы бүге-шүгесіне шашып тастайды. Бірақ өзі кедей. Неге? Өйткені ол реалда қолданбайды ол білімін. Ол тек сол алған білімін, сол алған ақпаратын айтып, соны адамдарға көрсетіп, содан ләззат алады да, ал шындап келген кезде, нақты реал шаруаға келген кезде епсіз болып шығады. Ендеше спортта қағида, сен әр нәрсені бір біле берме. Өзіңе қажетті, саған пайда келетін нәрсені жақсылап меңгер. Оны меңгеру үшін қайталап оқи бер, қайталап соны жасай бер. Сол кезде сен өз ісіңнің маманы боласың.